Әпкелі сіңлілі екі қыз туралы аңыз әңгіме. Адамдар бір-бірімен ынтымақты, ашу-ызасыз, шайқассыз өмір сүрген сонау бір ежелгі уақытта, күндердің күнінде ай толған түні, сөп-сүйкімді екі сәби дүниеге келеді. Уақыт сулап, жылдар жылжып өтіп екі сәби сұлулығына көз тоймас, мұң бұралған сұлуларға айналады. Жүзінен нұры шашып, көктемнің гүліндей құлпырған бірінің аты Күнсұлу екен. Көздері жұлдыздай жымыңдаған, ай жүзіндей толықсыған екіншісінің аты Туранга болады. Жұлдызы жымыңдаған түнгі аспанда, нұрын шашып толықсыған айдай қыздардың сұлулығының қасында күміскіленіп қалатын көрінеді. Бір күні шешесі Күнсұлуды жер құмыраны жөндету үшін ұстаға жібереді. Ұстаның аты Бектас екен. Ол ауылдағы ең мықты, ең күшті жігіт болатын. Ұстаға келген қыз қолына құмыраны беріп, оның ұшқын шашқан көздеріне көз түскенде, денесі шоқтай күйіп, беті алаулай жөнеледі. Ұста да қыз жүзіне көзін салып, оның мықты қолдары кенеттен әлсізденіп, қолындағы құмыраны құлатып ала жаздайды. Осылайша жүзінен көз алмай тұрып қалған жігіттен ұялған қыз кел маралдай керіліп ұстаханадан шығып жөнеледі. Ал Бектас болса қыз ізіне қарап ұзақ тұрады. Бектас пен Күнсұлудың бір-біріне ғашық екендігі туралы әңгіме ауыл арасында тез тарайды. Оны естіген Туранга ғашықтарды мазақ еткісі келеді. Күнсұлудан оның қай жері кем, одан асқан сұлу, ұстаны өзіне қаратып алып, екеуін де мазақ еткісі келеді. Осылайша ең әдемі көйлегін киіп, қымбат әшекейлерін таққан Туранга, белдіктің сынған тоғасын сылтау етіп, ұстаханаға бет алып, балдай тәтті үнімен тіл қата, ұшқын атқан көздерімен қанша қараса да, көмірдей қара ұзын кірпіктерін қанша қақса да, Бектас сұлуға көз салмай. Тоғасын жөндеп беріп, басқа жұмысына кіріседі. Ашу-ыза бойын билеген Туранга ұстаханадан шығып кетеді. Сұлулығына бүкіл адам бас иген аруға кие қожалық ұстахана көз салып қарамайды. Ашу-ызамен бірге Туранганың жүрегіне махаббат енеді. Не істерін білмеген қыз түні бойы жылап шығады. Таң ата салысымен ол өзеннің арғы бетінде тұратын сиқыршы әйелге бармақ болады. Өзеннен өту үшін әдемі көйлегін суға батырып, нәзік аяқ қолын тікенекке түйреткен Туранга кемпір тұратын ескі киіз үйге де жетеді. Айдайы аруды менің үйіме қандай қайғы алып келді екен деп сұрайды кемпір қырылдаған даусымен. Сөйтіп ақ қылау шалған қалың қасын түйеді. Сен маған көмектес, екі ғашықты Күнсұлу мен ұста Бектасты ажыратып бер, мен саған бүкіл әшекейімді беремін деген қыз алтын сырғалары мен білезіктерін көрсетеді. Кемпірдің көздері жайнап, бұл оңай бола қоймас, нағыз махаббат жартастан да берік болады. Күнсұлудың сұлулығы мен жастығын алып қой, ол кемпір болып қалсын, сонда ұстамаған ғашық болады. Тырысып көрейін, дейді кемпір. Сөйтіп қызға қарай әжім басқан алақандарын жаяды. Әкел маған әшекейлеріңді, сөйтте кете бер. Туранга әшекейлерін жылдам шешіп, жалмауыз кемпірдің қолына ұстатады. Ауылына келген қыз күте бастайды. Күндердің артынан күндер сырғып өтіп жатады. Ал Күнсұлудың болса әдемілігі одан сайын еселене түседі. Кемпірдің алдап соққанына долданған Туранга жалмауыз кемпірдің үйіне қарай жүгіреді. Киіз есігін лақтыра ашып, үйге кірген қыз от маздаған ошақтың қасында кеуіп кеткен қолдарын жылтып отырған кемпірді көреді. Сен мені алдап соқтың, айлакер кемпір, әшекейлерімді қайтар деп тепсінеді қыз. Күнсұлудың жастығы мен сұлулығын алып қоймадың.
Кемпір қолдарын жайып жіберіп, айқай салғанда киіз үйдің уықтары сытырлай жөнеледі. Біздің келісімізді бұзуға қақың жоқ. Мен саған тырысып көрейін деп айттым ғой. Күнсұлудың сұлулығын алып қою мүмкін емес. Олардың махаббаттары берікте тастай. Менің сиқырымның шамасы келмейді. Олардың махаббаттары сенің сиқырыңнан мықты болса, сенің сиқыршы болғаныңнан не пайда? Енді түксіз қаласың. Менің әшекейлерім де, Күнсұлудың сұлулығы да саған бұйырмайды. Кемпірдің қасына жетіп барған Туранга, оның білегіндегі білезіктерді, құлағындағы сырғаны жұлып алады. Қатты ашуланған жалмауыз кемпір ызадан дірілдеп кетеді. Оның шық көздерінен ұшқын шашып, жыландай ысылдай жөнеледі. Жоқ, жоқ, жұмсаған күшім үшін ақа алмай қоймаймын. Мен сенің сұлулығыңды аламын, Туранга, деп қаһарланады жалмауыз кемпір. Қорқып кеткен қыз үйіне қарай жүгіре жөнеледі. Бірақ кенеттен оның қап-қара шашы ағарып, арқасы бүкірейеді, аяқ қолдары әлсірегені соншалықты бір қадамда жүре алмай қалады. Жолында тұрған қалың жапырақты жас ағашты құшақтай алған қыз сыңси бастайды. Қыздың терісі қалыңдап, қалың әжімдер пайда болады. Ал қолдары семіріп, ағаштай қатып қалады. Жалмауыз кемпірдің сиқыры ағашқа да тарайды. Ағаштың қабығы қатырылып, жапырақтары түседі де, ол Турангамен бірге иіріле бастайды. Біраз уақыт өткеннен кейін өздерінің жанынан өткен адамдар мына иіріліп тұрған көп ғасырлық көне ағаштың қайдан пайда болғанына таң қалады. Кей кездері таң енді атқан шақта ағаш жапырағында көздің жасындай су тамшылары пайда болатын көрінеді. Бұл аңыз ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Уақыт өте келіп, адамдар бұл айрықша ағашты Туранга атымен атап кеткен екен.